Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бүгін алмалы бәліштің рецептімен бөлісетін боламын. Бұл пирогтың құрамы аса көп заттарды қажет етпейді, әрі тез жасалады. Мен заттарымды дайындап алдым. Енді алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды салып, үстінен қант саламыз. Енді осы қант пен жұмыртқаны миксердің көмегімен жай жылдамдықтан бастап көбейте береміз. Осылай жылдамдығын көбейтіп, қатты жылдамдыққа дейін миксермен араластырамыз. Одан соң үстіне сұйық май құямыз. Енді қаймақ қосамыз. Қаймағымыздың проценті маңызды емес. Енді алмамызды осылай кішкентай төртбұрыштап турап ішіне саламыз. Енді осы массамызды басып алмай, ұнымызды асықпай қосып, және де қамыр қопсытқыш саламыз. Достар, сіздерге айта кететінім, ең бірінші жұмыртқа мен қантты миксердің көмегімен араластырған кезде осылай көпіреді. Бұл массаны басып алмауымыз қажет. Қамырымыз басылып қалмас үшін видеода көрсетілгендей араластыру қажет. Достар, сіздерге кеңес айта кетейін. Осылай кальцийіміздің арасы ашылмас үшін осындай ши салып қоямыз. Енді форманың ішіне қамырымызды саламыз. Және осылай бетін бір тегіс етіп жасаймыз. Енді екі алмамызды сыртын жуып, осылай бөлікке бөлеміз де ортасын тазалап шығамыз. Міне осылай барлығын тазалап аламыз. Және де осылай жіңішке етіп барлығын турап шығамыз. Біз барлығын турап алдық. Енді осыны қамырымыздың үстіне осылай гүл жасап орналастырамыз. Міне достар, біздің гүліміз осындай болды. Осылай сіздер де жасап шығыңыздар. Осымен біз алма бәлішімізді жасап болдық. Енді оны духовкаға пісіріп аламыз. Міне достар, біздің алмалы пирогымыз дайын болды. Бұл пирогты шарлотка деп те атайды. Пирогымыздың сәнін келтіретін осылай қант ұнтағын сеуіп шығамыз. Достар, міне біздің шарлоткамыз дайын болды. Сіздер де дәл осы рецептімен жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Достар, сіздерге алмалы пирогымды турап көрсетіп жатырмын. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шықты. Дастарханыңыздың сәнін келтіретін шарлотка пирогын міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын.